Сәлем достар, біз бүгін осындай кәжекейдің тігілу барысын көрсететін боламыз. Бірінші бөлімінде сызбасын сызған болатынбыз, енді тігілу барысын көрсетеміз. Каналға жазылайық, пайдалы болса комментарий жазып, лайк басып қолдап отырайық достар. Міне примеркеге дайындадық, және примерка алдық, кемітетін жерін бәрін белгілеп алдық. Міне кеше сызбада қалай сызылды, дәл солай матаға сызылып, кесіліп тігілді, примеркеге дайындалды. Міне ширина строчка 5-ке қойып, мен осылай бәрін біріктіріп тігіп аламын. Қолмен тіксеңіздер де болады. Міне жанында кеуде айналымына біздер 20 сантиметр қостық қой. Міне артығы осылай қалады, где-то 2,5-2 сантиметрдей болып. Кейде 3 сантиметр болып та шығады. Қалдырсаңыздар да болады, артығын алып тастасаңыздар да болады. Өз қалауыңызға қарай келтіріп аласыздар. Оның бәрі меркі жасаған кезде, адамның үстіне кигізгенде бәрі көрінетін болады. Мен енді қазір өзімнің прибавка нелерімді айтатын боламын. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. Чуть больше қоссаңыздар да болады. Енді ол адамды өлшеген кезде белгілі болады. Артығы да, босататын жері де. Міне пройма жағынан да артықтары бар. Оның бәрін белгілеп алдық. Примерка жасағанда бәрі көрінеді. Қазір соның бәрін кесіп түзететін боламыз. Енді қазір мен өзімнің қосқан прибавкам жөнінде айтамын. На свободу облегания мен 3 сантиметр қостым. Міне бізде обхват груди 70 сантиметр, оны 2-ге бөлеміз, 35 сантиметр болды. Плюс 3 сантиметр қостым, сосын 38 сантиметр болды. Міне мына шеттен екінші шетіне дейін бізде сонда 38 сантиметр болу керек. Өлшеп аласыз. Бел жағы 59 болды. Обхват талий оны 2-ге бөлеміз, 29-да 5, 29-да 5-ке 2 сантиметр қостым, сонда 31-да 5 болды. Бұл прибавкілер самый минимальный. Сіздер мысалы 2 емес 4 сантиметр, 3 сантиметр, кеуде жағына да 4 сантиметр қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға қарай жасайсыздар. Енді бұл менің қосқан прибавкілерім. Бәрін тегістеп, осылай бәрі бірдей болу керек. Бәрін тегістеп қойып аламыз. Міне пройманың артығын шовқа орын қалдырып кішкене. Сосын төменге қарай пройманы түсіріп атырмын. Где-то 1,5-2 сантиметрдей. Сіздерде қарайсыздар. Түсіру керек болса түсіре қоясыздар. Артығын кесіп тастаймыз. Осылай түзеулеп бәрін тегістеп аламыз. Арт жағы кішкене түсіңкі болды, соны алып тастап жатырмын. 2 сантиметрдей түсіріп жатырық. Алты мен алдын бірдей қыламыз. Міне дәл осылай подкладкаге не істеп аламыз, бастырып аламыз. Тек астыңғы жағынан 2 сантиметрдей артық алдым. Міне осы екі жанын қосып аламыз. Кеудесі мен несін, жаңағы белін тағы да бір тексеріп шығамыз. Подкладканы да дәл солай кесіп алып, бетпе-бет қойып, қол айналымын подборд салмайым деп шештім. Подкладканы сразу осылай бірден тігем деп шешіп отырмын. Қолын бәрін осылай, осы жердің бәрі осындай күйінде тігіледі. Міне алдын тігіп алдық. Енді менде алдына салатын лента бар ғой. Сондықтан бірінші лентаны тігіп алатын боламын. Сол лентаны тігіп алғаннан кейін пройманы және мойын ойындысын тігіп аламыз да, бәріне нацечка береміз. Осылай тігіске жақындамау керек, кішкене бір 2 миллиметрдей жеткізбей осылай нацечка беріп шығамыз.
насечка бермесеңіздер ол жиырылып қалады, дұрыс жатпайды. Екінші жағына да насечка береміз. Желкесіне де. Енді 10 қаратамыз. Иықтары бірдей болу керек. Бірдей болмаса иық дұрыс шықпайды. Сондықтан дәл болу керек. Осылай ұстайсыз. Астынан екінші қолыңызды кіргізіп, сол жаңа ұстаған жерді ұстап, теріс қаратамыз. Шофтарын бәрін подкладка жағына қарай қайырып, қадап аламыз инемен. Енді айналдырып тігіп шығамыз. Міне айналдырып тігіп шықтық. Енді 10 қаратамыз. Міне осындай болады. Иығы осылай жалғанады. Енді өстіп тігіс жүргізіп шығамыз. Алдын артынан тігеміз. Қазір басқысын бірінші дайындап алайық. Соңынан тігіп шығамыз. Міне басқыны ішкі жағымен 0,5 шығарамыз. 0,5 болама, 1 сантиметр болама, өздеріңіз білесіздер. Менде 0,5 лапкының шетімен осылай артығымен аламыз. Кішкене. Сосын қайырылғанда ол керек болады бізге. Астыңғы жағын тек оверлоктайым. Баскіге подкладка салмайым деп шештім. Оверлоктап алдық. Енді осылай желке жағынан бастап, баскы бәрін айналдырып тігіп шығамыз лапкының шетімен. Желке жағынан бастаймын қазір. Осылай дұрыстап, қолмен дұрыстап отырасыздар. Подкладка сыртына қарай шығып кетпеу керек. Осылай айналдырып тігіп шығасыздар. Міне жаңа қалдырған мата осылай ішіне қарай қайырылып кетеді. Бұл бізде велюр матасы шашырамайды, сондықтан мен шеттерін оверлоктамадым. Міне дайын болды. Тігісін жүргізіп шықтық. Енді әшекейлерін саламыз, белдігі бәрі оңай деп ойлаймын. Сондықтан оны көрсетпеймін. Міне дайын достар. Каналға жазылайық, пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып отырамыз. Міне тек алдына енді жаңағы қадайтын түйірмелерін белдігін жасап әшекейін қадау ғана қалды. Жақсы.